Барлықтарыңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге өзімнің күріш пісіру әдісімді көрсететін боламын. Ол үшін ең алдымен күрішімізді жақсылап жуып аламыз. Қазанымызға сұйық майымызды құйып қыздырып аламыз. Қызған майға күрішті салып қуыруды бастаймыз. Күрішті майға қуырып болғаннан кейін татымына қарай тұз саламыз. Жақсылап араластырып, артынша суды құйып, су қайнап тартылғанша қалдырамыз. Су тартылған күрішімізді осылай ортасына жинап, қаппағын жауып, 20 минутқа демдейміз. Міне, осымен біздің күрішіміз дайын. Барлықтарыңызға осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Барлықтарыңызға ас болсын. Кәделеріңізге жарасын, және де осы видеоны алмаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар.